Жұмабаев Асланбекұлы, елбасы медалінің қатысушысы. Нұрсұлтан қолтаңба. Елорданың өткені мен болашағы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен сұхбатынан. Елбасы елордасы тұрғызбас бұрын ел жерді аралап жүріп, Европадан, Шығыстан, Қытайдан, Италиядан ғимараттарын қарап, солардың мәдениетіндегі стильдерге ғимараттар салынып отырған. Осының бәрінің мақсаты, яғни барлық ел ұлттың ұлт тамсанатындай ортақ бір ортадағы ең үлкен және әртүрлі елдердің стиліндегі ғимараттар салынып көз тартар шаһар болды. Елорданың дәл осындай көркейіп көз тартар болатынына ешкім сенбеген. Көз алдына елестете алмады. Қазіргі елордасы Нұр-Сұлтан қаласының халық саны республиканың 7%-ын құрап отыр. 1997 жылмен салыстыратын болсақ, халық саны 4 есеге артқан. Тәуекел деген жел қайып, өтесін де кетесін. Қайғы деген тұңғиық, батасын да кетесін демекші, осы елорданың жасалу жолында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қаншама тәуекелге бел буып қауіпті қадамдар жасады. Астана ауысқаннан бастап 1997 жылы 24,8 гектар еді. 2000 жылдан бастап жер аумағы 3 рет ұлғайтылып, қазіргі уақытта 79,7 мың гектарға жетті. Архитектура адамның мәдениетін көтереді, деңгейін көтереді. Орта жайнап, жақсы бір әсер сыйласа, ол бір психологиялық деңгейін көтереді. Оған ешқандай күмән жоқ. Адам жан-жағына қарап, көзқарасы өзгереді. Қалаға, еліне, жеріне, өйткені сана сезімі бар адам түсінеді. Бұның бәрі еңбек екен. Қазақстан астанасын салуда бюджетке ешқандай салмақ түскен жоқ. Қаланың 80%-ы отандық және шетелдік инвесторлардың есебінен бой көтерді. Тіпті кейбір мемлекет нысандары әлем елдерінің көшбасшылары сыйға тартты. Жас қала тек жайнаған ғимараттармен ғана емес, жайқалған жасыл белдеумен де мақтанады. Қаланы қоршаған жасыл желек Астананың тынысы. Қалаға қорған болған жасыл желек жобасы алғаш 1997 жылы қолға алынды. Оның көлемі 2013 жылы 70 мың гектар болса, қазір 90.300 гектар жерді алып отыр. Айта кетсек, елордасы Нұр-Сұлтан қаласының салынуына өзі бас болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі атсалысып отырған. Қай ғимараттың құрылысы болсын, қай сәулет өнері болсын, бары, қарап, тексеріп, материалдар қайдан келеді, қандай жағдайда салынып жатыр, соның барлығын өзі қадағалап отырған. Осы ел астанасының мәртебесінің көтерілуіне бірден бір себепкер болып отыр. Жан-жағындағы жасыл желек жобасында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың идеясымен басталған болды. Елбасының сол кезде ешкім сенбеген кездерінде өзі бастап тәуекел жасап қолға алған қаласы қазір барлық әлем тамсанатындай әсем де көрікті жерлердің бірі болды. Бар махаббатын еліне төккен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазір өз жұмысына көңілі толып бірге болған адамдарды еске алып отыр. Соның нәтижесінде Қазақстанды қазір барлығы біледі. Әлемге танымал беделді елге айналып отыр. Қазір еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы тәуелсіздіктің белгісі. Ал онсыз әлемге танылу болмас. Осы 30 жыл тәуелсіздіктің ең негізгі ол еліміздің тәуелсіздігі болды. Ол ең бірінші елдің, халықтың бірлігінде. Елбасының ең басты міндеті орындалды. Әрине ол халықтың сенімімен бастау алған. Ең мақтанып айта алатын ол әрине ел тұрғызып, оның тәуелсіз етіп барша әлемге таныту болып